Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін савоярди печеньесін дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, қол жетімді заттармен жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Жұмыртқаға тұз, қантты салып, миксердің ең төмен жылдамдығынан жоғарылата отырып, формасын ұстағанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Видеода көргендеріңізде осылай болу керек масса. Мінекей қою. Енді массамыздың үстіне ұн мен кукурузный крахмалды ұн елегіштен өткізіп салатын боламыз. Сағат тілімен ақырын төменнен жоғары көтере отырып, массамызды бір келкі болғанша араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Масса бір келкі болып араласса болғаны. Ең маңыздысы масса басылып қалмау керек. Масса басылып қалса печеньелер дұрыс шықпайды. Мінекей массаны араластырып алдық. Енді кондитерлік пакетке салып, печеньелерді құйып шығатын боламыз. Мен қолданған насадка Вупипайдың насадкасынан кішіректеу насадка. Насадка болмаған жағдайда кондитерлік пакетті кішкене қиып қолдансаңыздар да болады. Енді массаны осылай қатты баспаймыз. Жеңіл осылай құйып шығамыз. Мен алдын ала 12 сантиметр етіп, сызғыш пен қант ұнтақтың көмегімен видеодағыдай сызып дайындап алдым. Сіздер де осылай алдын ала дайындап алсаңыздар, жұмыс барысында өте оңай болады. Печенье дайын болғанда, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8 минутта пісіріп аламын. Сіздер пештеріңізге қарай уақытын қарайсыздар. Енді қант ұнтақты осылай бір рет қайталап екінші тағы да сеуіп шығамыз. Негізі қант ұнтақ печеньелердің формасын өте жақсы ұстайды. Сол үшін қолданамыз. Печенье піскеннен кейін суытып бір күнге қолданбағандарыңыз дұрыс. Сонда хрустящий болып тұрады. Мен печеньені бір күнге қойдым. Мінекей видеода байқасаңыздар, үгітіліп өте керемет болып шықты. Кондитерлік дүкендерінде сататын печеньенің дәл өзі. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.